Бұлақ көрсең көзін аш. Әдетте біз бұл сөзді жас таланттарға қолдау көрсету мақсатында айтамыз. Шын мәнінде бұлақ көрсең көзін аш деген сөздің мағынасын біз білеміз бе? Бүгінгі іс-шарада біз осы сөзді тура мағынасында көретін боламыз. Міне бүгін Жаңатоған ауылдық округінің тұрғындары табиғатқа деген жанашырлығын танытып, тау бөктеріндегі көне бұлақ көздерін ашу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл бұлақ көзін ашу жұмыстары тек судың арнасын тазалау ғана емес, бұл көнеден келе жатқан ата-бабаларымыздың ізгі дәстүрі. Бұлақ көзін ашу бұл табиғатқа деген жанашырлық, табиғатымызға деген құрмет болып табылады. Таң шапағымен бірге оянған Қостаған ауылының тұрғындары сенбі күнін ерекше бір ниетпен қарсы алды. Ата-баба аманатын ардақ тұтқан ауыл жұрты туған жерінің төріне, тау шатқалдарына қарай аттанды. Ондағы мақсат бұлақ көзін ашып, тіршілік нәрінің еркін ағысына жол ашу еді. Құрметті ауыл тұрғындары, бүгінгі мынау іс-шарамыздың басты мақсаты мынау тау бөктеріндегі ұмыт қалған, көзі бітеліп қалған бұлақтың көздерін ашу. Бүгін осы іс-шараға Жаңатоған ауылдық округінің Қостаған ауылының ауыл ақсақалдары бастап, ауылдың орта буын жастары бар, барлығы жиналып отыр. Бүгінгі іс-шарамыздың жақсы жоғары деңгейде өтіп, барлық азаматтардың атсалысуына үлкен алғысымызды айтамыз. Шақпақты, Жетітам, Баймырза, Қысылматас, Әулиеқайнар. Бұлар тек географиялық атаулар ғана емес, бабалар ізі қалған, табиғаттың тылсым сырын бойына сақтаған киелі мекендер. Құрметті ағайын, бұлақ көзін ашу дегенді біз қалай түсінеміз? Бұл жолы біз біраз деректерді ақтарып көрдік. Бұлақ көзін қалай табады, оны қалай ашады. Сөйтсек, оның бірнеше түрлі әдістері бар екен. Бұлақ көзін бұрындары бабаларымыз жерді тыңдау арқылы, немесе тастардағы судың іздеріне қарап, тастағы қақтарға қарап анықтаған. Не болмаса бір ызғарлы жерлерде өсіп тұрған бір құрақты, қалың көк болып өсіп тұрған шөптерге қарап, осы жерде бұлақтың бар екенін білген. Қазір көріп тұрғандарыңыздай ауыл тұрғындары жабыла жүріп, техникалардың көмегімен осы бұлақтың арналарын тазалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал біз болсақ қазір таудың ұшар басына шығып, бұлақ көздерін табатын боламыз. Өздеріңізге сол бұлақ көздерін ашу барысын сол жерде көрсететін боламыз. Ендеше кеттік. Қариялар батасын беріп, жастар қолына қажетті құралдарын алып, тау бөктеріндегі жылғаларды бойлай жүріп, бұлақ көздерін ашуға кірісті. Бір мақсатқа жету үшін білек суана кіріскен ауыл азаматтары аталған шатқалдардың арасына техникалармен жол салды. Бұлақтардың арналарын аша отырып, 2000 метр биіктікте орналасқан әулие бұлаққа да жетті. Міне көрермен, қазір бұлақ көзін біз аштық. Қазір бұл жерден аздаған су ағып жатыр, дегенмен уақыттың өтуімен өзі арнасын тауып, бұл қайнар көз ағатын болады. Міне қазір көріп тұрғандарыңыздай, бұдан бөлек осы ауылдың жігіттерімен бірге осы жерде бірнеше бұлақтың көздері ашылды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, міне әп-әдемі жылға-жылға болып ағып жатыр. Міне ағайын, бұлақ көрсең көзін аш, аға-аға көл болар деген осы. Осындай жылғалаған қайнар көздері ағып-ағып бұлақтарға айналады. Бұлақтар үлкен-үлкен өзендерге айналады. Міне осылайша қалың бұта мен таутастардың арасына тұншығып жатқан тұма бұлақтар қайта тірілді. Арнасы ашылып, суы сыңғырлап аға бастады. Әр ашылған бұлақ бір үміт, әр тазаланған арна келер ұрпаққа қалдырған аманат. Қостағандықтардың бұл ісі туған жерге деген жанашырлық пен ауызбіршіліктің тамаша үлгісі болды. 30-дан астам бұлақ көз ашылып, тау жылғаларына жан бітіп, табиғатпен тіршілік қайта табысты. Біз бүгін Қостаған ауылының тұрғындары, үлкеніміз бар, кішіміз бар, орта буын жастары бар, 80-ден асқан қарияларымыз бар. Бүгін көптен бері ұмытылып кеткен біздің дәстүрлеріміздің бірі бұлақ көрсең көзін аш деп, бүгін сол осындай ұйымдасқан түрде осы тауға шығып, таудағы бұлақтардың көзін ашып, жақсы іс тындырып қайтып баратқан жайымыз бар. Ең алғаш бастаған кезде лагердің жанындағы Шақпақтадан бастадық. Шақпақта 2 қайнар бар еді. Одан бері өткеннен кейін Жетітам ердегіміз. Одан кейін былай өткенімізде Баймырза, Баймырзадан ары өткеннен кейін Қысылматас, Қысылматастың ар жағында Әулиеқайнар деген жер.
Әулие Қайнарда бұрынғы ескі көне көздердің айтуы бойынша 32 қайнар бар екен. Осы жердегі жігіттердің барлығы сол жерге барып, көзін ашып, сол қайнардың басына су ішіп, төмен түсіп, міне бүгінгі еңбегіміз ақталып, қайтып баратқан жайымыз бар. Мына Қасқан ауылдың әкімі бастатқан басқа да жігіттерге, үлкен кісі, орта буын жастарға, кішілерге айтар алғысымыз шексіз. Осындай бұрынғы ата-бабаларымыздан қалған ізгі амалдар жалғасын тапса екен деп тілейміз. Барлығында осындай қайнардың көзін ашуға, басқа да жақсы істер істеуге шақырамыз. Ауыл азаматтарының ауызбіршілігі мен табиғатқа деген жанашырлығы бұл бір күндік жұмыс емес. Бұл ұрпақтар арасындағы үнсіз келісім, табиғатпен тынбай жалғасып жатқан ұрпақтар сабақтастығының жарқын көрінісі. Тағы да бір бұлақтың көзін ашудамыз. Міне астынан кәдімгідей бұлақ тесіп шығып жатыр. Лай суды итеріп Көріңіз, тазарып, лай суды бәрі бұлақ сияқты. Күректі көріңіз. алдына шыр. Сол тұсымен құмды боқтарда тек қана малшылар жүреді. Ал жылдан жылға кейін совет өкіметінде құмды жер болған. Арнайы меркі медиа үшін Қазбек Камал, Еркін Жасыбаев, Бақыт Рахымбай.